Сәлем достар, мен бүгін сіздерге гуляш жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жуып төртбұрыштап турап, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Қуырылған етімізге төртбұрыштап турап пиязды салып, 10-15 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған етімізге 2 қасық қызанақ пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. 10 минуттай қуырамыз. Барлығын жақсылап қуырылғаннан кейін, үстіне ыстық су құйып, 40-45 минутта қайнатып аламыз. Ет жұмсарғанша қайнатамыз. Етіміз дайын болғанша ұнды қуырып аламыз. Ол үшін құрғақ сковородкаға ұнды салып, сары болғанша қуырамыз. Ұнымыз күйіп кетпеу керек, сондықтан араластырып тұрамыз. Қуырылған ұнымыздың үстіне су құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соусымызды етіміздің үстіне құйып араластырамыз. Тұз салып 20 минуттай қайнатып аламыз. Етіміз өте жұмсақ, тәтті болып шығады. Мен гарнирге картофельный пюре қолданамын. Картофельный пюренің рецебі менің каналымда бар, қарап шығыңыздар.